сәлеметсіздер ме? Менің атым Айтмұратов Бағдат. Ақпарат технология Қазақ Британ ұлттық университетінің ақпарат технологияның бірінші курс студентімін. Алғашқы жұмысым түрік дәуірі, яғни қазіргі таңда тарихта енген түрік дәуіріндегі 12 мемлекет. Ең алғашқысы түрік қағанаты. Түрік қағанаты Бумын қағанның басталуымен Ашина 542 жылы Ашина әулетінің, яғни Гунмо дейтін чөлден, Қытайдағы Гунмо дейтін, жоқ, Монғолиядағы Гунмо дейтін чөлден Алтай тауларына қарай 540 жылы не істейді, қоныс аударады. Бумын қаған негізі түрік қағаны қалай құрылды? Ол Бумын қаған күш бастап, жужандар жеңу арқасында Ашина әулетінің күшімен Қытайдың солтүстік жағында жужандар қағанатын талқандау арқылы құрылды. Оның аумағы қазіргі Қазақстанда болып жатыр, яғни Алтай тауларынан бастап Қара теңізге дейінгі жерлерді алып жатыр түрік қағанаты. Оның Каспий теңізіне дейін кең Еуразия даласын қамтыды. Бұл түрік атауымен тарих сахнасына шыққан алғашқы күшті мемлекет болды. Оның тарихи маңызы орасан зор. Қағанат Ұлы Жібек жолының басым бөлігін алып жатты. Яғни Қытайлар жіберген Ұлы Жібек жолының көбісі түрік мемлекеттеріне барады. Және Еуразия саяси және экономикалық процесіне үлкен әсер етті. Алайда ішкі тартыстар салдарынан 603 жылы екіге бөлініп, өзінен кейін шығыс және батыс түрік қағанаттары ыдырады. Шығыс және түрік қағанаттары біріккен түрік қағанаттары 603 жылы әлсіреп, екі дербес мемлекет шығыс түрік және батыс түрік қағанаттарына бөлінді. Шығыс қағанаты Монғолия мен шығыс Түркістанды, ал батыс қағанаты Жетісу мен Орта Азияны алып жатты. Олардың тарихи маңызы негізінен Таң әулетінің Қытайдағы қарсы тұрудағы рөлінен көрінді. Олар Қытай экспансиясынан кедергі келтіріп, Орта Азиядағы өз кезегін сақтап қалды. Алайда екі қағанат Қытай дипломатиясының ішкі даулар салдарынан кезегін сақтап, алайда екі қағанат та Қытай дипломатының ішкі дауларына салдарына әлсірей түсіп, 7 ғасырдың аяғында басқа түрік тайпаларының көтерілуіне жол берді. Яғни айтқанда, батыс түрік қағанаты екіге бөлінгенде, батыс түрік қағанаты өз тәуелсіздігін сұрасып алды, ал шығыс түрік қағанаты әзір не істемеді, өз тәуелсіздігін алмады, яғни Қытайға басымды болды. Келесі батыс түрік ыдырағаннан кейін Түргеш қағанаты 704-756 жылы аралығында өмір сүрді. Түргеш қағанаты батыс түрік қағанатының ыдырағаннан кейін Үшлік қағанның басқарған түргеш тайпаларының бірлестігі ретінде пайда болды. Оның негізгі аумағы Жетісу аймағын қамтыды. Түргештердің негізгі маңызы олардың 7-8 ғасырдағы Араф халифатының өркениетіне қарсы табанына күресте жатыр. Атылық шайқасы, яғни айтқанда, Атылық шайқасында мысалға алатын болсақ, арабтар мен қытайлардың арасындағы күресте қытайлар тарих сахнасы 1000 жылдыққа кеткен болатын, және де сол шайқастан кейін орталық Азияда ислам діні кеңінен тарала бастады. Және аймақтық мәдениет ерекшелігінің сақталуына ықпал етті. Сосын Түргеш қағанатының ішкі алауыздықтың кесірінен 756 жылы келгенде қарлұқтардың басылымынан, қарлұқтардан жеңіліп өз мемлекетін құру жойылды. Қарлұқ мемлекеті 756-940 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарлұқ мемлекеті 756 жылы келгенде Түргеш қағанатының мұрагері ретінде пайда болып, оның негізгі аумағы Жетісуда билігін алды. Олардың тарихи маңызы ең алдымен 754 жылы Талас шайқасында маңызы. Олар да Атылық шайқасына қатысты. Арабтармен одақтасты. Түргеш, Араб, Қарлұқ Қытайларға қарсы не істеді? Соғыс жасты. Қытайларға қарсы тұра алады. Қытайларды орталық Азиядан құртты. Сосын
таң әулеті Қытай әскерінен жеңілді, яғни таң әулеті ол кездегі Қытайды басқаратын таң әулеті болған. Бұл жеңіс Орта Азияның болашағын шешіп, оның ислам әлеміндегі енуін ыңғайтты. Сонымен қатар қағаз жасау технологиясы батыста тарауына себепкер болды. Қарлықтар кейіннен Қарахан мемлекетінің негізін қалаушылардың біріне айналды, бірақ олардың дербес мемлекеттер ретінде дәуірінде 10-шы ғасырдың ортасына дейін созылды. Оғыз мемлекеті 9-шы және 10-шы ғасырлар аралығында өмір сүрді. 9-шы ғасырдың ортасында Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал теңізі маңында оғыз тайпалары одақтасты. Бұл кезде олар Қимақ қағанатының тәуелсіздігін алды. Қимақ қағанатынан өз тәуелсіздігін алды, яғни басында Қимақ қағанатына тәуелді болған. Оғыздардың тарихи маңызы олардың батысқа қарай жүргізген көші-қондары жатыр. Оғыздардың бір бөлігі әскері селжұқтар әулетіне басқарған тайпа кейіннен Орта Шығысқа көшіп, ондағы ірі мемлекеттерді, яғни селжұқ империясының құруында шешім рөл ойнады. Осылайша Сырдария бойындағы Оғыз мемлекеті түркі халықтарының тағдырына үлкен әсер еткен үлкен көші-қонның бастауында болды. Ұйғыр қағанаты 744 және 840 жылдар аралығында өмір сүрді. 840 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарлұқ және басқа тайпалардың одағынан шығыс түрік қағанатынан талқандап, орнына Моңғолия аумағында өз билігін орнатқан тайпа болды. Бұрын түрік қағанатының айырмашылығына ұйғыр қағанаты бейбіт сауда мен егіншілікке негізделген өркениет мемлекет болды. Яғни бұл сөзде егіншілікке қатты басымдылық берді деген сөз, бір жерде өз мемлекетін тұрақты басқара алды деген сөз, ешқандай соғыс не болмаған деген сөз. Олардың тарихи маңызы мәдени саласындағы жетістіктердің көрінді. Олар монахиден ұстанды, яғни Орта Азиядағы ислам мен христианнан ажырап өздерінің дінін ұстанды деген сөз. Осының арқасында шығар егіншілікті жақсы басқарған. Олардың тарихи маңызды алайда 840 жылы қырғыздар шапқыншылығының нәтижесінде қағанат құлады. Бұл оған дейін түркі империясының дәуірін аяқтап, ұйғырлардың орталарына көшуіне себеп болды. Енді келесі Қарахан мемлекеті 1212 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарахан мемлекеті 840 жыл ұйғыр қағанатының құлағаннан кейін Қарлұқ, Оғыз және басқа түрік тайпаларының негізінен пайда болды. Оның аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістанды қамтыды. Қарахан тарихи маңызы орасан зор, себебі ол түркі әлеміндегі ең алғашқы ислам дінін қабылдаған мемлекет болды. Және бұл ислам дінін қабылдауы Қарахан мемлекеті ислам дінін қабылдауы бұл Орта Азиядағы мәдениетті және де арабтармен қарым-қатынастарды және де достық связьдарды жақсартты. Олар сонымен қатар Баласағұн, Қашғар сияқты ірі қалаларды дамытып, мәдени гүлену орталықтарына айналды. Мемлекет 1212 жылы моңғол шапқыншылығына дейін өмір сүрді, бірақ соңында Шыңғысхан әскерлеріне қарсы тұра алмады. Сондықтан Шыңғысхан әскерлеріне жеңілгеннен кейін олар Шыңғысханның астына өтті. Келесі Қарақытай мемлекеті 1218 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарақытай мемлекеті 1228 жылы құрылды. Оған моңғол тілдес қарақытайлар негіздеді. Олардың Қытайдағы Лео әулеті құлағаннан кейін батысқа қарай жорық жасап, әлсірегеннен Қарахан мемлекетін жеңді. Олардың аумағы Жетісу мен Мауреннахрды қамтыды. Астанасы Баласағұн қаласы болды. Қарақытайлардың басқаруы ислам әлеміндегі бірегей үстемдік болды, себебі олар буддизм дінін ұстанды және Қытай әкімшілігінің дәстүрін енгізді.
олар Орта Азиядағы барлық күшті мемлекеттерді, соның ішінде Селжұқ сұлтанды, Санжарды жеңіп, аймақтың негізгі күшіне айналды. Алайда бұл мемлекет те моңғол шапқыншылығына шыдай алмай Шыңғыс ханның алдына тізе бүкті. Қыпшақ хандығы 11 және 13 ғасыр аралығында. Қыпшақ хандығы 10 ғасырдың басында Қимақ бірлестігінің мұрагері ретінде пайда болды. Қыпшақ хандығы Еуразия даласының кеңінен таралуына қол жеткізді. Оның аумағында шығыста Ертіс өзенінен бастап, батыста Дунай өзеніне дейінгі кеңістікті қамтыды. Бұл аймақта орыс жылнамалары половец даласы деп атады. Қыпшақ хандығының құрылуы Қыпшақ тайпаларының күшейіп, көршілес Оғыз, Печенг сияқты тайпаларының бағындыру нәтижесінде болды. Олардың тарихи маңызы орасан зор, себебі олар Шығыс Европа мен Орта Азия арасындағы байланысты буыны болды. Яғни қазіргі Дешті Қыпшақ жері деп айтамыз ғой. Қазіргі Моңғолия жерінен Грузия, Қара теңіздің ар жағына дейінгі жерлерді қамтыды. Сол жақта Дешті Қыпшақ жері деп аталды. Қыпшақтар негізі сол жақта бөлінді. Ұзақ Қыпшақтар Ұлы Қыпшақ хандығы деп бір атау болды, бірақ жаңағы Батыс Тұрқанат сияқты, Онық Дубис, аяқта жоқ, сақтар сияқты, Тиграхауда сақтары сол сияқты. Батыс сақтары және оңтүстік қыпшақтары, батыс қыпшақтары деп өздері арасында бөлінді. Келесі Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты 9 ғасыр мен 10 ғасыр аралығында қамтыды. Олар Оғыз мемлекетімен жақсы қарым-қатынаста болды. Қимақ бірлестігі Батыс Сібір далаларынан бастап Орал тауларына дейінгі кең аймақта өмір сүрген тайпалық конфедерация болды. Бұл бірлестік негізінен Қыпшақ тайпаларының басымдығы қалыптасты. Оның құрылуы бұрынғы түрік мемлекеттерінің ыдырауына, кейін далалық аймақты билік вакуум толтыру нәтижесінде болды. Қимақтардың тарихи маңызы олардың кейіннен пайда болатын Ұлы Қыпшақ хандығының алғы нұсқалуында жатыр. Олар кеңістікті біріктіріп, Қыпшақ тайпаларының саяси және әскери тәжірибесін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Яғни Қимақ қағанаты ыдырағаннан кейін оның орнына Қыпшақ хандығы құрылды. Яғни ішкі алауыздық болды, әскерлері жерді басқара алмады. Сол сияқты Қыпшақ хандығы атауға енді де, Қыпшақ дейтін атауға енді де, жаңа атаумен дух берді деген сөз. Ауыр. Келесі Хазар мемлекеті 7 ғасыр және 10 ғасыр аралығында өмір сүрді. Түрік қағанатын ыдырағаннан кейін Каспий мен Қара теңіздің солтүстік жағалауында мекендеген, яғни қазіргі Грузияның жері. Төменгі олар негізінен Хазар тайпалар бірлестігі құрылды. Оның астанасы Итил қаласы болды. Хазарлардың ең ерекшелігі олардың билеушісі Итилясы, яғни қағаны 7 ғасырда Идуци дінінің қабылдауында болды. Идуй дінінің қабылдауында болды. Бұл оларды қоршаған ислам қалай айтсам екен, Грузия жерлерінің оңтүстігінде арабтар, үстінде яғни орыстардың алғашқы тайпалары болғандықтан, яғни ислам мен христианның ортасында болғандықтан өздері осындай шешім қабылдауға мәжбүр болды. Ең алдымен араб халифатының солтүстігіне қарай таралуына кедергі болды. Яғни ол өздерінің дінін Орта Азияға және Шығыс Европаға таратқысы келді. Бірақ оған арабтар қарсы болды. Араб әскерлері тоқтатты. 10 ғасырда олар Киев Русінен және басқа да далалық тайпалардың бірлесуі арқылы, шабуылдар арқылы тарих сахнасын жаймендеп кетті. Келесі бізде ол Найман Керейт, Меркіт мемлекеттері.
яғни 12 ғасырдан бастап өмір сүрген найман керейіттер. Наймандар батыс Моңғолия және Алтайда, керейіттер оңтүстік Моңғолияны алды, ал меркіттер шығыс Сібір шығыс Сібірдің оңтүстігінде өзен бойларында өмір сүрді. Мемлекеттің құрылуы моңғол және түрік тайпаларының күшті бірлестіктерінен қалыптасу болды. Олардың тарихи маңызы, яғни айтқанда, олар наймандар, меркіттер, керейіттер өзара жақсы өмір сүрді. Және де олардың тарихи маңызы Шыңғыс ханның шапқыншылығына ұласан зор не қосты, әсер берді. Шыңғыс хан шапқыншылығына үлкеюіне деген, Шыңғыс ханның осы орталық азияны жабуына деген көмектесті деп айтсам да болады. Себебі өйткені олар басында керейттерді жеңді Шыңғыс хан 1206 жылы. Содан кейін меркіттерді жеңді 1205 жылы. Сосын найман керейт жалайырларды да ең алғашында жеңген 1204 жылы. Сосын наймандарды жеңді, өз жерінде жеңді. Сосын наймандар Қазақстан жеріне қашуға болды, яғни Жетісуға қарай қашты. Сол кезде Қарақтай, сонда Қыпшақ, ол кезде Қыпшақ, Қимақтар, Оғыз мемлекеттері өмір сүріп жатқан болатын Қазақстан жерінде. Келген кезде сосын Шыңғыс хан әскерін қуған кезде біздің даланы көреді да, мына дала керемет екен, осы жерде біз тұрамыз, осы жерде біз қамтимыз, енді осы жер орталығымыз болады деп, осылай наймандарды, сосын қыпшақтарды, қимақтарды жаулап алды. Жеңістер нәтижесінде барлық моңғол тайпаларының бір мемлекет астына бірікті, және де моңғолдардың әкімшілік шапқыншылығының бастамасына айналды. Яғни ең алғашқы шапқыншылық болды деп айтсам да болады.